Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмі тіл үйірер америкалық печеньені жасап көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін 180 грамм майды газға қойып ерітіп аламыз. Сосын ыдысымызға қантты өлшеп аламыз. 180 грамм қантты. Осы қанттың үстіне жаңағы пеште еріп тұрған майымызды құйып, екеуін жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Қанты толық ерігенше венчиктің көмегімен үстіне 2 жұмыртқаны салып араластырамыз. Жарты қасық чай қасықпен тұз салып, оны да бірге араластыратын боламыз. Осы массаға 300 грамм ұн қосамыз. Мен 300 грамм қостым. Енді сіздерде плюс-минус 10 грамм болуы мүмкін. Өйткені сіздердегі жұмыртқаға да байланысты, және де майға да байланысты. Тестаның өзі негізінде жабысқақ болып тұрады, бірақ қатты сұйық болмау керек, қыздар. Соны қараңыздар. Жақсылап тұрып өстіп араластырып, теста илеп қоямыз. Сосын Қазақстан шоколадын аламыз да үгітеміз. Жақсылап тұрып үгітіп, ұсақтап үгітуіміз керек. Осы дайын болған шоколадты алып, жаңағы тестаның үстіне саламыз да екеуін бірге жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Шоколад барлық жеріне кіруі керек. Дайын болған тестаны морозильникке 25-30 минутқа салып қойып қоямыз. Біздің тестамыздың түрі осындай болып шығады. Қазір мен сіздерге салафанда көрсетемін. Осындай сұйық болып шығуы керек. Осындай болу керек. Осыны 25-30 минутқа салып алып шығамыз. Қатқан тестаны алып, осылай дөңгелек пішінді қылып, формаға келтіріп, 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Осындай әдемі, өте дәмді печенье болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер.